Қайырлы күн, қалайсыздар? Лейкоцит дегеніміз біздің ағзамыздың иммундық жүйесінің басты клеткасының бірі болып табылады. Оның жоғарылауы біздің ағзамызда уже қабыну процесі жүріп жатыр деген сөз. Лейкоциттің құрылысына нейтрофильдер, эозинофильдер, базофильдер және лимфоциттер жатады. Нейтрофильдер дегеніміз, яғни бұлар моноциттер, немесе нейтрофильдер деп аталады. Моноциттер бұл жерде бұлар фагоцитоз қызметін атқарады. Фагоцитоз қызметі дегеніміз ағзаға бөгде зат кірген кезде соны жұтып қорытады. Яғни сіздер тұмауратқанда бірінші жөтелгенде жасыл түсті қақырық немесе мұрыннан жасыл түсті бөлінді шығады ғой, сол уже осы моноциттер, яғни сіздің ағзаңызға кірген вирустармен күресіп сыртқа жасыл фермент болып шығып жатыр деген сөз. Келесісі эозинофильдер, ол қан клеткасы осылай көрінеді, яғни микроскоппен қарағанда осындай түсті болады. Бұлар көп кездеспейді. 100 клеткаға бір осы эозинофильді санаймыз, сол кезде соның шыққан санына қараймыз. Яғни бұл егерде жоғары болатын болса, онда бізде аллергиялық реакция жүріп жатыр деген сөз. Аллергиялық реакция болғанда, аллергиялық реакцияның тез дамитын түрі, яғни бірден аллергия беретін реакция жүрген кезде осы эозинофильдер жоғары болады. Ол қандай кезде? Анафилактикалық шок, полиноз, крапильница және бронхиальный астма, атопический дерматит, аллергиялық ринит кезінде осы эозинофиль жоғары болады. Базофильдер келесі қан клеткасында осылай көрінетін болады. Микроскоппен қарағанда бұлар көп кездеспейді. Бұлар тек тоже аллергиялық реакция кезінде кездеседі, бірақ аллергиялық реакцияның жай дамитын түрінде. Жай дамитын түрі деп отырғанымыз, аллергиялық реакция жүргеннен кейін ол бізге 2-3 күннен кейін білінеді. Сол реакция болған жағдайда осы базофильдер жоғары болады. Олар қандай? Бронхиалды астма, ринит кезінде, контактный дерматит кезінде, аутоиммунды аурулар кезінде осы базофильдер жоғары болады. Осы үшеуі гранулоциттер деп аталады. Себебі микроскоппен қарағанда гранулалары көрініп тұрады. Яғни мынандай гранулалар болады олардың құрамында, яғни құрылысында. Келесі лимфоцит. Лимфоцит бұл біздің иммундық жүйеміздің ең үлкен басты главный клеткалық элементі болып табылады. Лимфоциттер жоғарылаған кезде бізде уже вирусный нагрузка болып жатыр деген сөз. Біз қалай білеміз вирусный нагрузка или бактериальный нагрузка болып жатқанын? Егер бізде нейтрофильдер жоғары, яғни моноцит жоғары болса, онда бізде бактериальный нагрузка болып жатыр деген сөз. Ал егерде лимфоциттер жоғары болса, онда бізде вирусный нагрузка болып жатыр деген сөз. Общий анализ крови тапсырғанда сіздер осысына мән берулеріңіз қажет. Нейтрофильдер сегментоядерный және палочкоядерный болып екі топқа бөлінеді. Бұл жерде палочкоядерный, егер осы шығып жатса, микроскоппен санаған кезде, яғни сіздер лейкоцитарный формуласы срочным подсчетом деп сұраған кезде, осы шығу мүмкін. Бұл аппараттан ешқандай шықпайды. Бұл негізі жоқ болу керек. Егер бар болған жағдайда бұл аурудың ауырлығын анықтайды. Яғни бұл бар болса, уже сізде ангина, аппендицит, холецистит, пневмония, яғни ең ауыр түрі пневмонияның, туберкулез, өкпенің абсцесі кезінде, іріңді менингит кезінде және дифтерия, сепсис кезінде осы палочкоядерный моноциттер шығатын болады.